Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Анашым, әкем бүгін келе ме? 5 жасар Әлидің осы сұрағы Айсәуленің жүрегін күн сайын тырнайтын. Ол баласының басынан сипап: "Келеді құлыным, жұмысы біткен соң келеді", деді де терезеге қарап қалды. Шындығында өзі де Ерланның қашан келетінін нақты білмейтін. Күйеуі халықаралық жүк тасымалдайтын компанияда жүргізуші болып жұмыс істейтін. Кейде 3 күн, кейде 1 апта, ал кейде 10 күн бойы үйдің бетін көрмейтін. Шағын ғана үйде олар 2 баламен тұратын. Үлкені Әли, кішісі 3 жасар Мәдина. Үйдің несиесі бар, газдың ақысын төлеу керек. Балалардың киімі, тамағы, балабақша шығыны тағы бар. Айсәуле бұрын тігін цехында істеген, бірақ Мәдина дүниеге келгеннен кейін жұмыстан шығуға мәжбүр болды. Қазір анда-санда көршілердің киімін тігіп, азын-аулақ табыс табатын. Сол күні де таңертеңнен бері тігін машинасының алдында отыр еді. Кенет ауылда көлік тоқтаған дыбыс естілді. Терезеден қараса, қара түсті ескі Toyota Camry екен. Көліктен Ерлан емес, оның бала күнгі досы Данияр түсіп жатты. "Ассаламағалейкум", деді ол күлімдеп. "Уағалейкум ассалам, келіңіз", Ерлан хабарласты. "Үйдің шатырынан су өтіп жатыр", деді. "Баспалдақ алып келдім". "Әуре болмай-ақ қойыңыз". "Әуре емес". Ол жауап күтпестен көлігінің жүксалғышынан құрал саймандарын алып шықты. 1 сағаттың ішінде шатырды түгел жөндеп шықты. Айсәуле шай дайындап жатқанда Данияр балалармен ауылда доп ойнап жүр екен. Әлидің күлкісі үйдің ішіне дейін естілді. "Анашым, Данияр көке қақпаны жөндеп берді", деп қуанып кірді ұлы. Айсәуле сыртқа шықса, шынында қақпада майланып, бұрынғыдай сықырламай ашылып жабылып тұр. Мұның бәрі артық қой. Ертең тағы сынып қалса, Ерлан тағы уайымдайды. Бірақ сіздің де өз тірлігіңіз бар ғой. Досымның отбасы маған бөтен емес. Осы сөзді айтқанда, Даниярдың жүзінде бір түрлі мұң байқалды. Кешке Ерлан хабарласты. "Данияр барып па?" "Иә, шатырды түгел жөндеп кетті". "Ол сондай жігіт қой. Мен жоқтата бірдеңе керек болса, соған айта бер. Өзіңіз келгеніңіз жақсы емес пе?" Телефонның арғы жағында үнсіздік орнады. "Білем, бірақ жұмыс". Айсәуле сөзін созбады. "Жақсы, аман жүр". Телефон үзілген соң көзінен еріксіз жас шығып кетті. Балалар ұйықтағанша өзін ұстап жүрді, ал түнде жастығын құшақтап ұзақ жылады. Келесі аптада тағы бір қиындық шықты. Үйдің су құбыры жарылып, аула суға толды. Айсәуле сантехник шақырмақ болды, бірақ ауылдағы сантехник 2 күннен кейін ғана келетінін айтты. Не істерін білмей тұрғанда қақпақ қағылды. Тағы да Данияр. "Ерлан айтты, су шығып кетіпті", деді. "Ол қайдан білді?" "Таңертең өзіңіз оған айтыпсыз ғой". Расымен, таңертең Айсәуле күйеуіне қысқаша хабарлама жіберген еді. "Жөндеп бере аласыз ба?" "Қарап көрейін". Жарты сағаттан кейін су тоқтады. Тағы 1 сағаттан кейін жаңа құбыр орнатылды. "Қанша болды?" "Ештеңе керек емес". "Жоқ, еңбегіңіз ғой". "Айттым ғой, ақша алмаймын". Айсәуле ыңғайсызданып қалды. Сол күннен бастап Данияр анда-санда келіп тұратын болды. Бірде ауылда жатқан отынды жарып береді. Бірде дүкеннен ауыр азық-түлік көтеріп келеді. Бірде балаларды ауруханаға апарып тастайды. Бірде ауылдағы шамды ауыстырып кетеді. Бәрі де табиғи көрінетін. Бірақ уақыт өте келе ауыл адамдарының көзіне бұл да түсе бастады. Bir күні дүкенде нан алып тұрған кезде сатушы әйел күлімсіреп: "Ерлан үйде жоқ кезде қонақ көп келеді екен", деді астарлап. Айсәуле не айтарын білмей қалды. "Не айтып тұрсыз?" "Жай, ауылдың әңгімесі ғой". "Ауылдың әңгімесін маған айтпаңыз". Нанын алып сатқа шығып кетті, бірақ әлгі сөз жүрегіне қадалып қалды. Кешке көршісі Гүлнар келді. "Ренжіме, бір нәрсе айтайын деп едім". "Айтыңыз". "Ана Данияр көп келе береді екен". "Ерланның досы". "Білемін". "Сонда?" "Ауылда сөз көбейіп кетті". "Адам көмектессе де кінәлі ме?" "Мен саған жамандық тілемеймін. Елдің аузына қақпақ бола алмайсың". Айсәуле үнсіз қалды. Гүлнар кеткеннен кейін ұзақ ойланды. Шынында да соңғы кезде Данияр жиі келетін болған. Бірақ оның ешқашан орынсыз сөйлегенін, артық қылық көрсеткенін көрмеген. Керісінше, үйге кірсе де балалармен ойнап
шаруасын бітіріп, шайын ішпестен кетіп қалатын. Сонда неге сонша көмектеседі? Скиниатрис. Бір күні Мәдинаның қызуы көтеріліп кетті. Айсәуле қатты шошыды. Жедел жәрдем кешігетінін айтты. Такси табылмады. Ерлан Ресей жақта іс сапарда. Қолында көлік жоқ. Не істерін білмей тұрғанда белгісіз нөмір хабарласты. Айсәуле, Мәдина қалай? Қызуы түспей тұр. Мен 5 минутта барам. Данияр екен. Шынында 5 минут өтпей жетті. Қызды көтеріп, аудандық ауруханаға алып кетті. Дәрігер қарап шығып, тағы жарты сағат кешіккенде жағдайы қиындау мүмкін еді, деді. Айсәуленің көзіне жас келді. Рахмет сізге. Балалар аман болса болды. Үйге қайтар жолда Айсәуле. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Деді. Иә? Неге бізге осынша көмектесесіз? Данияр рөлден көз алмай біраз үнсіз отырды. Ерлан менің бауырындай. Пек сол үшін бе? Иә. Жауабы сенімді шыққанмен көз қарасында бір жасырын сыр бардай көрінді. Арада тағы 2 күн өтті. Ерлан үйге келді. Балалар мәз. Кешкі ас үстінде Айсәуле. Данияр болмаса көп қиналар едік, деді. Ерлан күліп, ол сенетін адам. Бірақ ауылда сөз шығып жатыр. Ел сөйлей береді. Саған бәрібір ме? Мен досыма да, саған да сенемін. Бұл сөз Айсәулеге тыныштық бергендей болды. Сол түні Ерлан ерте ұйықтап қалды. Айсәуле аулаға кір жайып қою үшін сыртқа шықты. Көрші үйдің арт жағынан ер адамның дауысы естілді. Таныс дауыс. Данияр. Ол телефонмен сөйлесіп тұр екен. Айсәуле байқамай тоқтап қалды. Жоқ, әлі ештеңе айтқан жоқпын. Аздап үнсіздік. Иә, уақыты келгенде бәрін өзі біледі. Тағы үнсіздік. Әзірге бастысы оларды аман сақтау. Айсәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Кімді сақтау? Неден сақтау? Ол дыбыс шығармай үйге кіріп кетті. Ал Данияр телефонды өшіріп, қараңғы аспанға ұзақ қарап тұрды. Оның жүзіне алғаш рет алаңдаушылық пен қорқыныш қатар ұялаған еді. Айсәуле сол түні көз іле алмады. Даниярдың телефонмен айтқан сөздері қайта-қайта құлағында жаңғырып тұрды. Уақыты келгенде бәрін өзі біледі. Ең бастысы оларды аман сақтау. Бұл жай ғана әңгіме ме? Әлде олардың отбасына қатысы бар ма? Таң ата салысымен ол терезеден сыртқа қарады. Кеше түнде тұрған жер бос. Данияр әлдеқашан кетіп қалыпты. Ас дайындап жүргенмен ойы басқа жақта еді. Анашым, шай тасып кетті. Әлидің даусынан ғана есін жіді. Кешір балам. Ерлан таңертең ерте қайтадан жолға жиналды. Бүгін Алматыға дейін барып келем. 2-3 күнде оралам. Айсәуле үндемеді. Бірдеңе болды ма? Саған бір сұрақ қояйыншы? Қой. Данияр неге бізге сонша көмектеседі? Ерлан жымиып жіберді. Сен әлі соны ойлап жүрсің бе? Иә. Ол бала кезінен сондай. Мен үшін талай рет төбелескен. Әскерде де бір-бірімізді тастамадық. Сол мінез шығар. Басқа ештеңе жоқ па? Не болу керек? Білмеймін. Ерлан әйелінің жүзіне біраз қарап тұрды. Біреу бірден айтты ма? Жоқ. Онда елдің сөзіне мән берме. Айсәуле басын изеді. Бірақ күйеуіне кешегі әңгімені айтпады. Әзірше. Күн түске таяғанда аудаға тағы да таныс көлік келіп тоқтады. Бұл жолы Даниярдың қолында үлкен қорап бар екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Балаларға жеміс әкелдім. Мұның бәрі не үшін? Әли апельсин жақсы бөледі ғой. Айсәуле таңырқап қалды. Оны қайдан білесіз? Өткенде өзі айтып еді. Әли қуанып қорапты ашып жатыр. Данияр оның басынан сипады. Батыр болып өсіп келе жатыр екен. Кенет ол қабырғада ілулі тұрған ескі суретке көз тоқтатты. Бұл Айсәуленің марқұм әкесі Нұрбек ағайдың үлкен портреті болатын. Даниярдың жүзі әп-сәтте өзгеріп кетті. Ол суретке үнсіз қарап қалды. Тіпті көзінен мұң байқалды. Айсәуле мұны байқап қалды. Әкемді танитын ба едіңіз? Данияр селгете қалды. Жоқ. Жауап тым тез шықты. Бұрын көрген шығарын. Бірақ суретке ұзақ қарап қалдыңыз ғой. Жәй, кісіге ұқсатып тұрмын. Ол әңгімені дереу басқа жаққа бұрып жіберді. Бірақ Айсәуле оның өтірік айтып тұрғанын анық сезді. Кешке балалар ұйықтаған соң Айсәуле ескі альбомдарды шығарып отырды. Әкесінің суреттерін ақтара бастады. Бір суретте әкесі бірнеше ер адаммен бірге тұр екен. Сурет ескі болғандықтан жүздері анық көрінбейді. Бірақ бір адамның бейнесі ерекше таныс көрінді. Айсәуле суретті телефонның камерасымен үлкейтіп қарады. Жүрегі дүрсілдеп кетті.
ол адам дәл Даниярға ұқсайтын жасырақ кезі. Жоқ, мүмкін емес. Өйткені суреттің артында 2001 жыл деген жазу тұр. Ал Данияр қазір қарттарға жаңа келген адам. Егер бұл сурет расында 2001 жылы түсірілсе, онда ол кезде 20 жас шамасында болған. Демек, ол әкесін шынымен таныған. Неге өтірік айтты? Келесі күні Айсәуле анасына барды. Анашым, мына суреттегі адамды танисыз ба? Анасы көзілдіргін тағып суретке ұзақ қарады. Жоқ, анық көрінбейді екен. Әкемнің достары ма? Әкеңнің таныстары көп еді. Данияр деген адамды білетін бе? Анасы бір сәт үнсіз қалды. Неге сұрап тұрсың? Жай ғана. Есімде жоқ. Бірақ анасының жанары басқа нәрсені айтып тұрғандай еді. Ол әңгімені жалғастырмады. Шай іш. Айсәуле түсінді. Анасы бір нәрсені жасырып отыр. Үйге келген соң ол қоймадағы ескі сандықты ақтара бастады. Бұл сандықты әкесі өмірден өткеннен кейін ешкім ашпаған. Ішінде ескі дәптерлер, фотолар, құжаттар, сарғайған газеттер жатты. Сағатқа жуық іздегеннен кейін түбі жағынан ескі қоңыр конверт шықты. Конверттің сыртына қолмен «Егер бұл хатты Айсәуле оқып отырса» деп жазылыпты. Айсәуленің қолы дірілдеп кетті. Конверт ешқашан ашылмаған. Ол баяу ғана ашты. Ішінде бір ғана парақ. Әкесінің өз қолтаңбасы. Қызым, егер бұл хат саған жетсе, менің енді арамызда жоқ екенім анық. Өмірде бәрін айтып үлгермеуім мүмкін. Бірақ бір адамға толық сенуге болады. Ол саған өзі керек кезде жолығады. Хаттың дәл ортасынан кейінгі бөлігі жыртылып кеткен. Қалған сөйлемдер жоқ. Тек төменгі жағында тағы бір жол сақталып қалыпты. Қызыңды жалғыз қалдырма. Ал хаттың соңында қолтаңба жоқ. Кімге арналғаны белгісіз. Айсәуле орнынан тұрып кетті. Бұл не сонда? Хаттың жартысы қайда кеткен? Неге жыртылған? Кім жыртты? Сол түні тағы бір тосын жағдай болды. Үйдің жарығы кенет сөніп қалды. Айсәуле автоматты қосуға далаға шықты. Шамның жарығымен аулаға қараса, қақпаның ар жағында бір адамның сұлбасы көрінді. Бейтаныс ер адам. Ол үйге қарап тұр екен. Айсәуле шошып, «Кімсіз?» деп айқайлады. Әлгі адам жалт бұрылып қараңғылыққа сіңіп кетті. Ол дереу Ерланға хабарласты. Бірақ телефон желіден тыс еді. Не істерін білмей тұрғанда тағы бір көлік келіп тоқтады. Данияр. Не болды? Біреу үйді аңдып тұрды. Данияр бірден көліктен түсіп, көшені түгел аралап шықты. Ешкім жоқ. Бірақ жерде жаңа ғана өшірілген темекінің тұқылы жатты. Данияр оны қолына алып, ұзақ қарап тұрды. Жүзі сұп-сұр болып кетті. Бұл мүмкін емес. Не болды? Ештеңе. Танисыз ба? Жоқ. Айсәуле оның тағы да өтірік айтып тұрғанын сезді. Сол түні ол үйден кетер алдында қақпаны 2 рет тексеріп шықты. Көлігіне отырып кеткен соң ғана бәсең дауыспен: «Олар бізді тауып қойған екен», деп өз-өзіне сөйлегенін Айсәуле байқамай естіп қалды. Оның бойын белгісіз қорқыныш биледі. Енді бұл жай ғана көмеурек емес еді. Біреу олардың отбасын сырттай бақылап жүргені анық болатын. Таң атқанымен Айсәуленің көңілі орнына түспеді. Кеше түнгі көрініс көз алдынан кетер емес. Қақпаның сыртында тұрған бейтаныс адам. Даниярдың оны көргендегі өзгерген жүзі және ең соңында айтқан сөзі: «Олар бізді тауып қойған екен». Бұл сөз кездейсоқ айтылған жоқ. Айсәуле соны анық сезді. Ертеңіне таңғы шай үстінде ол анасын қайта іздеп барды. «Анашым, маған өтірік айтпаңызшы». Анасы үнсіз ғана шай құйып отырды. «Әкем Даниярды таныған ба?» Кесе ұстап отырған қолы сәл дірілдеп кетті. «Неге қайта-қайта сұрай бересің? Өйткені бір нәрсе дұрыс емес». «Қызым, маған шындық керек». Анасы ауыр күрсінді. «Иә, таныған». Айсәуле орнынан атып тұрды. «Сонда неге кеше айтпадыңыз?» «Себебі уақыты келген жоқ деп ойладым». «Қандай уақыт?» «Мен де бәрін білмеймін». «Бірақ не білесіз?» Анасы қабырғадағы ескі сағатқа ұзақ қарап отырды. Әкең қайтыс боларынан 2 күн бұрын үйге бір жас жігіт келді. Данияр ма? Иә. Олар не туралы сөйлесті? Екеуі бөлмеге кіріп алып 2 сағат шыққан жоқ.
Кейінше кетерінде әкең оның иығына қолын қойып, егер бірдеңе болып кетсе дегенін ғана естідім. Ары қарай естімедім. Айсәуле үнсіз қалды. Үйіне келе салысымен Даниярға өзі хабарласты. Сөйлесуіміз керек. Қазір келе алмайын. Міндетті түрде. Жарайды, кешке барам. Кешке жетілер шамасында Қара Кембри аулаға кірді. Бұл жолы Айсәуле оны үйге шақырды. Балаларды көрші Гүлнар апай алып кеткен. Үйде екеуі ғана. Айсәуле бірден сөз бастады. Әкемді танитынсыз? Данияр үндемеді. Өтірік айтпаңыз. Анам бәрін айтты. Ұзақ үнсіздік орнады. Ақыры Данияр терең дем алды. Иә. Қанша жылдан бері танисыз? 20 жылдан асты. Неге жасырдыңыз? Өйткені солай уәде бергенмін. Кімге? Әкеңе. Айсәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қандай уәде? Данияр орнынан тұрып терезеге қарады. Мен 21 жаста едім. Бір күні жол апатына түстім. Көлік аударылып өртеніп жатты. Ішінде қыстырылып қалдым. Айналадағы адамдар қорқып жақындай алмады. Тек бір адам жүгіріп келді. Ол сенің әкең болатын. Айсәуле көз алмай тыңдап отыр. Ол мені өртеніп жатқан көліктен сүйреп шығарды. Өзі қатты күйіп қалды, бірақ мені аман алып шықты. Әкем сіздің өміріңізді құтқарған ба? Иә. Кейін? Сол күннен бастап оны әкемдей сыйладым. Ал соңғы кездесулеріңше? Данияр тағы үнсіз қалды. Ол кезде жағдадай басқаша еді. Қалай? Айта алмайын. Неге? Әлі ерте. Айсәуле ашыланып кетті. Тағы сол сөз. Айсәуле, менің өміріме қатысты нәрсені менен жасыруға ешкімнің қақысы жоқ. Данияр басын төмен түсірді. Білем. Онда айт. Қазір айтсам сендерге қауіп төнеді. Қандай қауіп? Айтыңыз. Кейбір адамдар өткенді ұмытқан жоқ. Дәл сол сәтте сырттан көлік дыбысы естілді. Екеуі бірдей терезеге қарады. Үйдің қарсы бетінде ақ түсті ескі лада тоқтап тұр екен. Ішінде екі ер адам отыр. Екеуі де үй жаққа қарап алған. Айсәуле таңырқап. Бұлар кім? Даниярдың жүзі сырланып кетті. Пердені жап. Неге? Тез. Айсәуле алғаш рет оның даусынан қорқынышты сезді. Пердені жапқан соң Данияр телефонын алып біреуге хабарласты. Олар келді. Иә. Ақ көлік. Жоқ, үйдің алдында тұр. Телефонды өшіріп Айсәулеге бұрылды. Бүгін балаларды еш қайда шығарма. Не болып жатыр? Тыңда. Егер мен хабарласпасам, Ерлан келгенше есікті ешкімге ашпа. Данияр, бұл әзіл емес. Ол сыртқа шықты. Айсәуле терезеден қарап тұрды. Данияр әлгі ақ көлікке қарай жүрді. Бірақ көлік орнынан қозғалып, жайлап кетіп қалды. Данияр нөмірін телефонына жазып алды. Біраз уақыт жолдың ортасында үнсіз тұрды. Сосын көлігіне отырып, кетіп қалды. Түнар ортасы. Балалар ұйықтап қалған. Айсәуле ғана ояу. Кенет телефон шырылдады. Белгісіз нөмір. Алло? Арғы жақтан ер адамның бәсең дауыс шықты. Даниярдан алыс жүр. Кім бұл? Әйтпесе күйеуің де балаларың да зардап шегеді. Сіз кімсіз? Телефон бірден өшіп қалды. Айсәуленің денесі мұздап кеткендей болды. Дәл сол кезде терезе сыртынан бірдеңе тарс етіп тиді. Ол шошып орнынан тұрды. Пердені ашып қараса, ауылда ешкім жоқ. Жерде кішкентай тас жатыр. Тастың айналасына қағаз оралыпты. Дірілдеген қолмен қағазды ашты. Ішінде жалғыз ғана сөйлем жазылған еді. Әкеңнің өлімі кездейсоқ болмаған. Айсәуленің қолындағы қағаз жерге сусып түсті. Осы уақытта дейін жол апаты деп келген оқиғаның артында мүлде басқа шындық жатқанын ол алғаш рет сезінді. Таңғы сағат 7. Айсәуле түні бойы көз ілмеді. Үстелдің үстінде жатқан қағазға қайта-қайта қарай береді. Әкеңнің өлімі кездейсоқ болмаған. Осы бір сөйлем оның өмірін екіге бөліп жібергендей еді. Бұрынғы тыныш өмір және бүгіннен басталған белгісіз қорқыныш. Ерлан таңертең үйге келді. Шаршағаны жүзінен көрініп тұр. Балалар әкесін құшақтап мәз болды. Айсәуле болған жағдайдың бәрін айтып берді. Телефондағы қорқыту, терезеге лақтырылған тас, хат, Даниярдың сөздері. Ерлан ұзақ үнсіз отырды.
Мен мұның бәріне сенбеймін. Неге? Біреу бізді әдейі қорқытып жүр. Сонда кім? Білмеймін. Ал әкем туралы хат ше? Оны кез келген адам жаза алады. Айсәуле күйеуінің өзіне сенбегеніне ренжіді. Сен Даниярға хабарлас. Қазір. Ерлан телефон соқты. Бірақ Данияр көтермеді. Тағы қоңырау шалды. Тағы жауап жоқ. Бұрын соңды бұлай істемейтін еді. Сол күні түсте Ерлан жұмыс орнына шақырту алды. Компанияның кеңсесіне барған соң басшысы оны кабинетке кіргізді. Ерлан, сенің атыңа үлкен несие рәсімделген. Не? 3.800.000 теңге. Қалай? 3 айдан бері төленбей жатыр. Мен ешқандай несие алған жоқпын. Басшы құжаттарды үстелге қойды. Құжаттағы қолтаңба Ерландікіне ұқсайды. Жеке куәлік көшірмесі де бар. Бірақ сурет анық өңделген. Бұл жалған. Банк қазір тергеу жүргізіп жатыр. Мен мұны алғаш рет көріп тұрмын. Егер дәлелдей алмасаң, заң алдында жауап бересің. Ерланның басы айналып кетті. Үйге келген соң ол барлық құжаттарды Айсәулеге көрсетті. Біреу менің атымды пайдаланыпты. Кім? Білмеймін. Бұның бәрі соңғы оқиғалармен байланысты емес пе? Ерлан алғаш рет ойланып қалды. Мүмкін. Кешке қарай Даниярдың өзі келді. Жүзі бұрынғыдан да шаршаңқы. Кешіріңдер, телефонды әдейі өшіріп қойғанмын. Неге? Мені аңдып жүр. Ерлан қолындағы құжаттарды райып көрсетті. Мынаны қараш. Данияр бірнеше минут үнсіз оқыды. Сосын бірден сұрады. Бұл банкке қай күні барғансың? Барған жоқпын. Соңғы кезде жеке куәлігіңді біреуге берген жоқсың ба? Ерлан ойланып қалды. Бір ай бұрын жаңа жұмысқа құжат тапсырғанда көшірмесін бергенмін. Қайда? Арман логистик деген компанияға. Даниярдың қабағы түйілді. Оның директоры кім? Серік деген жігіт. Толық аты? Серік Әбдіқадыров. Осы есімді естігенде Данияр орнынан атып тұрды. Мүмкін емес. Танисың ба? Иә. Кім ол? Сендер одан алыс жүргендерің дұрыс. Неге? Өйткені ол өте қауіпті адам. Қайдан танисың? 20 жыл бұрын сенің әкеммен араларында үлкен жанжал болған. Айсәуле селк етті. Қандай жанжал? Қазір айта алмаймын. Тағы да сол сөз бе? Айтсам, сендерге қауіп артады. Сол сәтте сырттан көлік сигналы естілді. Данияр терезеге қарады. Қара түсті жол талғамайтын көлік үйдің қарсы бетіне тоқтапты. Терезелері қараңғыланған. Ішіндегі адамдар көрінбейді. Бірақ көлік кетпеді. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Тек қарап тұр. Данияр жай ғана сыбырлады. Олар бізді бақылап отыр. Кімдер? Серіккен адамдары. Бұған сенімсің бе? Иә. Неге? Себебі дәл осылай, олар мені де бірнеше күннен бері аңдып жүр. Ерлан болды. Енді бәрін айт. Айта алмайын. Сен біздің отбасымызға қауіп төндіріп жүрсің. Жоқ. Онда неге бізді айналшықтай бересің? Данияр ауыр күрсінді. Себебі мен уәдемді орындап жүрмін. Қандай уәде? Әкең өлер алдында маған бір нәрсе тапсырған. Не тапсырды? Сендерді аман алып қалуды. Үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Айсәуле көз жасын әрең ұстап тұрды. Сонда осы уақытқа дейін? Иә. Бізді қорғап жүргенсің бе? Данияр басын изеді. Бірақ қауіп әлі өткен жоқ. Дәл сол сәтте Ерланның телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Ол ашып оқыды. Экранда бір ғана сөйлем тіреді. Даниярға сенсеңдер, келесі жерлейтін адам өздерін боласыңдар. Ерлан мен Айсәуле бір-біріне үрейлене қарады. Ал Данияр үнсіз ғана. Демек, олар алғашқы қадамдарын бастап кетті, деді. Түн тыныштығын ешкім бұзған жоқ, бірақ үйдің ішін үрей жайлаған еді. Ерлан телефондағы хабарламаға қайта-қайта қарап отыр. Даниярға сенсеңдер, келесі жерлейтін адам өздерің боласыңдар. Бұл кімнің ісі? Деді ол ашуын әрең тежеп. Данияр сабырлы үнмен. Бұдан бұлай әр қадамды ойланып басамыз. Мен полицияға барам. Бар. Бар дегенің қалай? Олар дәлел сұрайды, ал бізде әзірге бірде-бір нақты дәлел жоқ. Айсәуле алғаш рет Даниярдың сөзінің жаны бар екенін түсінді. Қолдарында тек белгісіз нөмірден келген хабарламалар мен күдік қана бар еді. Ертеңіне таңертең Данияр Айсәулеге телефон соқты.
Жалғыз өзің шыға аласың ба? Не болды? Маңызды нәрсе көрсетуің керек. Үйге кел. Жоқ, бізді бақылап жүр. Сонда қайда? Ескі диірменнің жанына. Айсәуле балаларды анасына қалдырып, таксимен көрсетілген жерге келді. Данияр көлігінің ішінде күтіп отыр екен. Оның көзі қызарып кеткен. Түнімен ұйықтамағаны көрініп тұр. Не болды? Саған енді бәрін айтпасам болмайды. Айсәуле үнсіз тыңдауға дайындалды. Сенің әкең Нұрбек аға менің өмірімді ғана құтқарған жоқ. Онда тағы не болды? Ол өте адал адам еді. Білен, сол адалдығының кесірінен жау тапты. Қандай жау? 22 жыл бұрын бірнеше адам шекара арқылы заңсыз жүк өткізетін. Не жүк? Оның нақтысын мен де білмеймін, бірақ өте үлкен ақша жүрген. Әкемнің оған қандай қатысы болды? Ешқандай. Онда? Ол бәрін кездейсоқ көріп қойған. Айсәуле үнсіз қалды. Нұрбек аға ол туралы тиісті орындарға хабар бермек болды. Кейін, сол күннен бастап оны қорқыта бастады. Сонда, о адамдардың арасында серік те болған. Демек, әкемнің өлімі... Мен әлі нақты дәлелсіз ештеңе айта алмаймын. Данияр көліктің артқы орындығынан ескі темір қорап шығарды. Үсті тот басқан, кілті жоқ. Мұнан таныдың ба? Айсәуле басын шайқады. Бұл қорапты маған әкең берген. Қашан? Қайтыс боларынан бір күн бұрын. Ішінде не бар? Білмеймін. Ашпадың ба? Жоқ. Неге? Өйткені ол маған, егер мен бірдеңе болып кетсем, мұны қызымның өз қолына тапсыр. Бірақ ол 30 жасқа толмайынша ашпа деді. Айсәуленің демі тарылып кетті. Мен, биыл ғана 30-ға толдым. Ол үнсіз қалды. Өзінің туған күніне дейін осындай құпия сақталғанын елестете алмады. Порос тасынан кішкентай кілт шығарды. Осы уақытқа дейін мойнында алып жүрдің. Ашайық. Сен дайынсың ба? Айсәуле басын изеді. Кілт құлыпқа салынды. Тот басқан құлып сықырлап әрең ашылды. Қораптың ішінде бірнеше сарғайған құжат, ескі флешка және көк түсті қалың дәптер жатты. Дәптердің бірінші бетінде Нұрбек ағайдың қолымен жазылған сөз тұр. Егер бұл дәптер Айсәуленің қолына тисе, демек мен өзім айта алмаған шындықты осы қағаздар айтады. Айсәуленің көзінен жас ыршып кетті. Ол бірінші бетті аша бастады. Бірақ Данияр тоқтатты. Мұндай емес. Неге? Бізді бақылап жүрген болуы мүмкін. Сонда қайда? Қауіпсіз жерге. Олар көлікпен ауылдан 10 шақырым жердегі ескі фермаға келді. Ішке кіріп, есікті жапты. Айсәуле дәптерді аша бастады. Алғашқы беттерінде әкесінің күнделікті жазбалар екен. Кейінгі беттерде белгісіз адамдардың аты жөндері жазылған. Кейбірінің жанында күндер мен мекенжайлар көрсетілген. Соңғы беттердің бірінде үлкен әріптермен Серік Әбдіқадыров деп жазылып тұр. Айсәуле жүрегін ұстап қалды. Демек, Данияр үнсіз басын изеді. Әкең бұл адамның соңынан зақ жүрген. Сол кезде қораптың ішіндегі флешка көзге түсті. Мұнда не бар екен? Данияр ноутбугын ашып, флешканы салды. Экранда бір ғана бума пайда болды. Дәлел. Олар бір-біріне қарап қалды. Данияр буманы ашты. Бірақ ішінде ештеңе жоқ. Тек бір ғана мәтіндік файл тұр. Айсәуле оны ашты. Экранда жалғыз сөйлем шықты. Егер сендер мұны оқып отырсаңдар, онда кешігіп қалғансыңдар. Осы кезде ферма сыртынан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Данияр ноутбукты бірден жауып жіберді. Тыныш. Бірнеше секундтан кейін ауыр аяқ дыбыстары жақындай бастады. Біреу ферманың есігін ақырын тартып көрді. Артынша екінші рет, үшінші рет. Сосын сырттан ер адамның дауысы шықты. Данияр, біз сенің ішінде екеніңді білеміз. Айсәуле демін ішіне тартып Даниярға қарады. Ал Данияр ақырын ғана белдігін шешіп, сыбырлап, енді шегінетін жол қалмады, деді. Ферманың іші тып-тыныш. Сырттан аяқ дыбыстары анық естіліп тұр. Данияр, есікті өзің ашсан, бәрі тыныш бітеді. Данияр Айсәулеге бұрылып, өте жай дауыспен: Артқы есік бар. Егер мен айтсам, еш ойланбай қашасың. Жоқ, сен жалғыз қалдырмаймын. Айсәуле, тыңда. Қазір батырлық емес, аман қалу маңызды. Сырттан тағы бір соққы естілді. Темір есік дірілдеп кетті. 3-ке дейін санаймын. Ашпасаң өзіміз кіреміз.
Айсәуленің жүрегі атқақтап кетті. Данияр фермашын шолып шықты. Бұрышта ескі трактор, ағаш жәшіктер мен темір бөшкелер тұр. Ана жәшіктердің артына отыр. Айсәуле үнсіз барып тығылды. Бірнеше секундтан кейін есік тарс етіп ашылды. Ішке 3 ер адам кірді. Алдында бойы ұзын, қара күртеше киген адам. Ақыры таптық қой. Данияр үнсіз тұр. Құжаттарды бер. Қандай құжат? Әлде ойнап тұрсың ба? Менде ештеңе жоқ. Әлгі адам күліп жіберді. Нұрбектің қызы да осында екенін білеміз. Айсәуленің жүрегі тоқтап қала жаздады. Олар оның қайда екенін де білген. Оған тиіспеңдер. Онда дәптерді бер. Жоқ. Онда өзің кінәлі боласың. Екі адам Даниярға қарай ұмтылды. Сол сәтте ол жәшікті итеріп жіберді. Ағаштар құлап, ішті шаң басып кетті. Қазір, қаш! Айсәуле артқы есікке қарай жүгірді. Екеуі көлікке әрең жетті. Данияр қозғалтқышты оталдыра салысымен арттарынан жол талғамайтын көлік шықты. Ұстап алыңдар! Ферма жолы шаңға көмілді. Айсәуле артқа қарады. Қара көлік тоқтар емес. Олар жақындап келеді. Ұста! Данияр көліктің жылдамдығын арттырды. Бірнеше шақырым бойы қуғын жалғасты. Кенет қарсы беттен ауыр жүк көлік шықты. Жол тар. Данияр көлікті шетке бұрып үлгерді. Ал арттағы көлік тежегішті кеш басты. Олар жол жиегіне шығып кетіп, шаңның ішінде қалып қойды. Құтылдық па? Әзірге ғана. Олар қалаға кірген соң көлікті адам көп жүретін тракқа қойды. Енді не істейміз? Ерланды алып кетеміз. Ол жұмыста ғой. Дәл сондықтан. Айсәуле дереу Ерланға хабарласты. Бірақ телефонды бөтен әйел көтерді. Алло? Ерлан қайда? Ол қазір сөйлесе алмайды. Сіз кімсіз? Оның телефоны бізде. Байланыс үзіліп кетті. Айсәуле өңі қашып Даниярға қарады. Ерланды алып кеткен. Екеуі бірден Ерлан жұмыс істейтін компанияға жетті. Кеңседе бәрі абыр-сабыр. Басшы оларды көріп, сендер қайда жүрсіңдер? Ерлан қайда? 1 сағат бұрын 2 адам келіп, полиция қызметкерлеріміз деп алып кетті. Қандай полиция? Білмеймін. Құжат көрсетті ме? Иә, біз тексерген жоқпыз. Айсәуле жылап жіберді. Олар жалған болған. Данияр бірден танысына хабарласты. Жарты сағаттан кейін жауап келді. Ешқандай полиция операциясы болмаған. Айсәуле орындыққа отыра кетті. Демек, иә, Ерлан ұрлап кеткен. Келді. Экраннан Ерлан көрінді. Қолдары байлаулы, беті көгерген. Айсәуле, біреу камераны өзіне бұрды. Бұл жолы жүзін жасырмаған, серік еді. Ол мысқылдай күлімсіреді. Ақыры таныстық. Айсәуле үнсіз қалды. Күйеуің әзірге аман. Оған тиіспең. Онда менің айтқанымды орында. Не қалайсың? Нұрбектің дәптері мен флешкасы. Бізде жоқ. Серіктің күлкісі қаттырақ шықты. Өтірік айтпа. Ертең кешкі 8-ге дейін уақыт беремін. Әйтпесе, Серіктің жүзі суып кетті. Онда күйеуіммен қоштасасын. Бейне өшіп қалды. Айсәуле еңіреп жылады. Мен не істеймін? Данияр үнсіз терезеге қарап тұрды. Бірнеше минуттан кейін ғана бұрылды. Енді шындықтың бәрін айтуға уақыт келді. Ол көк дәптерді ашып, соңғы бетіне дейін ақтарды. Соңғы парақтың ішкі қабатына жерімдерген кішкентай ақ конвертті суырып алды. Мен мұны осы уақытқа дейін ешкімге көрсеткен жоқпын. Бұл не? Нұрбек аға маған ең соңында. Егер Серік қайта шықса, мына конвертті тек қызының көзінше аш деген. Айсәуле дірілдеген қолмен конвертті ашты. Ішінен бір ғана фотосурет шықты. Суретте жас Нұрбек, жас Данияр. Және олардың ортасында күлімдеп тұрған тағы бір адам бар еді. Айсәуле суретке үңіліп, демі тоқтап қалғандай болды. Бұл мүмкін емес. Өйткені суреттегі 3-ші адам өзінің күйеуі Ерланның туған әкесі болатын. Бөлмені үнсіздік басты. Енді бұл оқиға тек Айсәуленің әкесіне ғана емес, Ерланның отбасына да тікелей байланысты екені белгілі болды. Айсәуле суретті қолынан түсіріп ала жаздады. Бұл Ерланның әкесі ғой. Данияр үнсіз басын изеді. Иә, оның есімі Қайрат. Бірақ Ерлан әкесінің ерте қайтыс болғанын айтатын. Қайтыс болды. Бірақ сенің әкеңнің өлімнен 1 жыл өткен соң. Айсәуле суретке қайта үңілді. 3 адам бір-біріне иық тіреп күліп тұр. Бұлар кезінде өте жақын болғаны
анық еді. Сонда олар дос болғаған ба? Үшеуі де адал адамдар болатын. Онда бәрі қалай бұзылды? Данияр ауыр күрсінді. Серік олардың арасына ақша үшін кірді. Данияр әңгімені бастады. 20 жылдан астам уақыт бұрын Серік шекара арқылы заңсыз жүк өткізіп, үлкен қылмыстық топпен жұмыс істеген. Әкең мен Қайрат ағай бұл туралы біліп қояды. Екеуі дәлел жинай бастайды. Сол кезде мен де олардың жанында жүрдім. Бірақ біз тым кеш қалдық. Серік біздің әр қадамымызды біліп отырған. Айсәуле үнсіз тыңдап отыр. Нұрбек аға барлық дәлелді жинап болған күні жол апатына түсті. Ал Қайрат аға 1 жылдан кейін аяқ астынан жүрек талмасынан қайтыс болды деп хабарланды. Бірақ біз оған ешқашан сенген жоқпыз. Айсәуленің көзінен жас сырғып кетті. Сонда екі әке де, иә, екеуі де сол шындық үшін жанын берген. Данияр көк дәптердің соңғы мұқабасын ақырын көтерді. Айсәуле таңырқап қалды. Мұқабаның астында жасырын қуыс бар екен. Ішінен тағы бір шағын флешка шықты. Міне, нағыз дәлел осы. Ал бұрынғы флешка ше? Ол әдейі бос қалдырылған. Егер біреу ұрласа, уақыт жоғалсын деген. Айсәуле әкесінің әр қадамын ойластырып кеткеніне таң қалды. Олар бірден облыс орталығына жолға шықты. Бұл жолы Данияр бұрын бірге қызмет еткен сенімді тергеушіге хабарласты. Менде көп жылдан бері ізделіп жүрген дәлел бар. Сенімдісің бе? Иә. Тергеуші оларды құпия қабылдады. Флешкадағы бейне жазбалар ашылды. Экранда Серік пен оның сыбайластары заңсыз жүк тасымалдауды ұйымдастырып жатқан сәт анық көрінді. Кейінгі бейне жазбада Серіктің Нұрбекке қоқан лоқы көрсеткен сөзі жазылып қалған. Тағы бір аудио жазбада оның кедергі болғандардың бәрі бірдей жоғалады деген даусы анық естілетін. Тергеуші орнынан тұрып кетті. Бұл дәлелдер жеткілікті. Біз қазір әрекет етеміз. Дәсек жасырынған қоймаға операция жасады. Данияр мен Айсәуле сыртта күтіп тұрды. Бірнеше минуттан кейін іштен айқай, жүгірген аяқ дыбыстары естілді. Артынша оқ атылғандай қатты дыбыс шықты. Айсәуле орнынан ұшып тұрды. Ерлан. Көп ұзамай қойманың есігі ашылды. Екі қызметкер Ерланды сыртқа алып шықты. Қолындағы байлау шешілген. Беті көгергенмен аман еді. Айсәуле жүгіріп барып, күйеуін құшақтап алды. Мен сені енді көрмеймін бе деп қорықтың? Мен де. Екеуі үнсіз жылап тұрды. Серікті де қолына кісен салып алып шықты. Ол өтіп бара жатып, Даниярға ашулы көзбен қарады. 20 жыл күттің бе? Данияр сабырмен жауап берді. Жоқ. Мен 20 жыл уәдемді орындадым. Серік ештеңе демеді. Басын төмен түсіріп, полиция көлігіне отырғызылды. Бір аптадан кейін барлық шындық ресми түрде дәлелденді. Нұрбек ағайының өліміне қатысты іс қайта қарауға жіберілді. Қайраттың күмәнді қазасы да қайта тергелетін болды. Ерланның атына рәсімделген жалған несие жойылды. Отбасының үстінен төнген қауіп толық сейілді. Бір күні Айсәуле Даниярды үйге шақырды. Үстелде қарапайым шай тұр. Балалар аулада ойнап жүр. Айсәуле үнсіз отырып. Бір сұраққа жауап берші. Тыңдап тұрмын. Осы уақытқа дейін бізге неге сонша көмектестің? Данияр терезеден балаларға қарап жымиып қойды. Сен әлі түсінбедің бе? Жоқ. Мен саған жақсылық жасаған жоқпын. Айсәуле таңырқап қалды. Онда не істедің? Мен тек әкеңе берген уәдемді орындадым. Қандай уәде? Ол соңғы рет кездескенімізде қолымды ұстап, егер мен оралмасам, қызым мен оның болашақ отбасын ешқашан жалғыз қалдырма деді. Сол күннен бастап сендерді сырттай бақылап жүрдім. Мектеп бітіргеніңді де көрдім. Тұрмысқа шыққаныңды да білдім. Балаларын дүниеге келгенде де алыстан қуандым. Бірақ өзіңді көрсетпеуге тырыстым. Себебі солай қауіпсіз еді. Айсәуленің көзінен жас парлап кетті. Сонда мен сенің әкеңнің аманатын ғана арқалап жүрдім. Келесі демалыс күні төртеуі Нұрбек ағайдың бейітіне барды. Айсәуле гүл қойып, ұзақ үнсіз тұрды. Ерлан да тізерлеп отырып дұға оқыды. Балалар атасының суретіне қарап, «Ата, біз келдік», деді. Айсәуле көз жасын сүртіп, «Әке, өмір бойы қорыққан шындығыңыз ақыр жеңді. Аманатыңызды орындаған адам бар екен.
Енді біз қорықпай өмір сүреміз. Жел баяу есіп өтті. Данияр үнсіз ғана артқа бұрылып кете берді. Данияр, деді Айсәуле. Ол тоқтады. Рахмет. Данияр жымиып, рахметті маған емес, әкеңе айт. Ол баяу көлігіне отырып ауылдан ұзап кетті. Айсәуле оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Кейбір адамдар өмірге өз бақыты үшін емес, біреуге берген уәдесін орындау үшін келеді екен. Соңы.